Структура кітабымызда бізде 2014 жылғы тестінде сондай сұрақтар түскен. Сандар деген тақырыптан сұрақтар түскен. Сандар бұл numerals дегенде. Сонда бірінші, екінші немесе бір бөлшек сандар бары. Енді осының ағылшын тілінде қалай болады? 1, 2, 3, 4, 5-тің атауы бұл cardinal numbers деп айтылады. Ал біздегі first, second, third, fourth, fifth деген сандар ағылшын тілінде олар ordinal numbers деп айтылады. Ал бөлшек сандардың аталуы бұл ағылшын тілінде бұл fractional деп айтылады. Осы үш түсіндіргенім бойынша тест түскен. Ал тестті қарайық. We use numbers with names of pops. Біз поптардың алдыдан қандай сандарды істетеміз деген. Ал енді осы тестке жауап беру үшін келесі видеоны көріңіз. Ал видеодан алған біліміңізді енді мына тестті қолдап көрейік. Сонда мынандай сұрақ түскен. We use ... numbers with names of pops. Поптардың қасына қандай сандар қойылады? Сонда поп дегені мынандай басында шапкасы болады, орыстардың молдалары болады ғой солар. Сонда олар қандай сандар жүреді алдында? Сонда cardinal number дегені натурал сандар, numerals дегені сандар, fractional дегені бөлшек сандар, all дегені бәрі, ordinal дегені реттік сандар. Сонда поптарға қандай сандарды қолдаймыз? Біз ordinal numbers қоямыз. Себебі бірінші поп, екінші поп, олар реттік сан есімен бірге жүреді. Ал енді тағы да келесі тестті көретін болсақ, енді we use ... numbers with dates. Dates дегені бұл күн, число. Числолар қандай сандармен бірге жүреді? Реттік санмен бірге жүре ме, немесе натурал сандармен бірге жүре ме, немесе бөлшек сандармен бірге жүре ме? Сонда бізде бірінші мамыр, бірінші сәуір дегеннен кейін біз бірінші, екінші, үшінші деп айтқаннан кейін реттік сан есімге кіреді. Күндер, числолар, dates. Сонда сіз не таңдайсыз? Ordinal numbers таңдайсыз.